Бәріңізге сәлем. Бүгін тез дайындалатын таңғы екі түрін көрсетемін. Бірінші, сырды майда үккіштен өткізіп аламыз. Сосын батонды тураймыз. Видеода көрсеткенімде арасын түбіне жеткізбей кесіп алып, арасына сыр салып шығамыз. Сосын жұмыртқаға шым-шым тұз салып араластырып, батондарымызды жұмыртқаға ұнатып аламыз. Қызып тұрған табаға күнбағыс майын жағып, батондарымызды салып, екі бетінен қуырып аламыз. Тағамымыз дайын, таңғы шаймен керемет үйлеседі және өте тойымды. Енді екінші түрін жасауды көрсетейін. Сырды ірі үккіштен өткізіп аламыз. Колбасаны майда етіп тураймыз. Ыдысқа сырды, колбасаны салып, бір жұмыртқа мен 2 ас қасық ұн қосып араластырамыз. Және 1 ас қасық майонез немесе қаймақ қоссаңыздар болады. Енді оны котлет сияқты дөңгелектеп алып, ұнға, сосын жұмыртқаға, содан соң панировочный сухариге аунатып аламыз. Қызып тұрған табаға күнбағыс майын жағып, котлеттерімізді қызартып қуырып аламыз. Котлетіміз дайын, өте тойымды, тез дайындалады. Дәмі де керемет. Осы рецептілермен жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Айнура. Рецептілерім ұнаса, каналыма тіркеліп, видеоларыма лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Назарларыңызға рахмет.